Сәлеметсіздер ме, құрметті көпшілік? Сіздерге бір қызық әңгіме оқып бергім келіп отыр. Ол 60-тағыдан ақыл сұра деген тәмсіл әрі сондай нақыл әңгіме ма? Өздеріңіз оқып естігеннен кейін бағасын берерсіздер. Мен бұны мынандай шешендік сөздер деген Атамұра корпорациясынан шыққан кітаптан алдым. Құрастырмалы әртүрлі мақал, мәтел, тәмсіл, әңгіме жазылған екен. Өзіміз 60-тан асқаннан кейін ба, осы әңгіме өзіме қызық болып көрінді, сіздермен бөлісейін. Баяғыда бір қатыгез хан өмір сүрген екен. Ол өз халқына мынандай жарлық шығарыпты. 60-қа келген адамның ұлына өз әкесін жартастан құлатып өлтіріңдер деп бұйырады. Осылайша әр жылы сол елдің 60-қа келген қариялары өз баласының қолымен жартастан ұшып, ажал құшып жатады. Бір жылы бір жас азамат 60-қа келген әкесін әлгі ажал жартасының басына алып келіп тұрып, құлатып өлтіргелі тұрғанда оған бір ой түседі. Өгізге туған күн бұзауға да туады деген сөз бар. Осы күн ертеңгі күні маған да келеді-ау. Сондықтан әкемді өлтірмей, үйге апарып кебежеге жасырып сақтайын деген ойға келеді. Және солай істейді де. Күндер өтеді. Бір күндері сол елде құрғақшылық болады. Ел, жұрт, жан-жануар түгел күйзеліп, халық қайтерін білмей, қатты қиналып дағдарады. Кебеженің ішінде жатып, бұл жағдайды сұрап біліп отырған әкесі елдің судан тарыққанын білген соң баласына былай дейді. Үйдегі көк өгізіңді бұйдасынан шешіп қоя бер дейді. Судың бар қай жерде екенін сол іздеп өзі табады дейді. Әкесінің ақылы бойынша көк өгізді қоя береді. Көк өгіз салған күйі бір жалбызды өзекке келіп тоқтап, сол жерді иіскеп тұрып алады. Жігіт бұл жағдайды әкесіне айтқан соң, әкесі сол жерді қаз деп кеңес береді. Әкесінің айтқанындай сол жерден су шығып, ел жұрттың шөлі қанып, қарық боп қалады. Екінші рет көлден ат басындай алтын көргенін біреу патшаға айтып барады. Патша мұны ар іздеп, бер іздетіп таба алмайды. Жарлық қатты жан тәтті дегендей, бүкіл халық болып көлге түсіп, жапа тармағай іздесе де, әлгі алтынды таба алмай қояды. Мұны кебежеде жатқан шал естіп, баласына былай дейді. Балам, алтын көлде емес, сол алтын көрінген айдынның тұсында жартас болуы мүмкін. Алтын сол жартаста, көлдегі алтын соның сәулесі болар дейді. Жұрттың бәрі сұраққа тартылып, кезек әлгі жігітке келгенде бала өзінің ойын айтады. Патша жас жігіт айтқан меже бойынша алтынды көлдің бойындағы жартастан іздетіп, таптырып алады. Бірақ мұндай ақылдың қалай келгенін жігіттен сұраса айтқысы келмейді. Қыса бастағаннан кейін соң жігіт амалсыз көніп шынын айтады патшаға. Әлгі су жоқта суды табудың амалын, елдің алтынды іздеп дағдарғандағы алтын жатқан жердің межесін де әкесі айтқанын, оны осы уақытқа дейін кебежеде сақтап отырғанын айтады патшаға. Патша бұрынғы ағаттықтығының бекер істегендей опық жеп, басқа ойға қалады да басқа жарлық бұйырады. Бұдан кейін 60-қа келген қарияларды өлтірмей, ақыл сұрайық деген қорытындыға келіпті. Міне содан бері жұрт арасында 60-қа келгеннен ақыл сұра деген сөз тәмсіл болып қалған екен дейді. Енді 60 жасқа келген кісі құрметті болар, өмірден көргені болар, тоқығаны болар, білгені болар. Міне қызықты әңгіме, қабыл алыңыздар.